Сәлеметсіздер ме, құрметті ата-аналар мен оқушылар. Бүгінгі менің тақырыбым ата-ана мен бала арасындағы қарым-қатынас. Әлемді жаулаған коронавирус елімізде де орын алған себебінен төтенше жағдай жарияланғаннан кейін балалардың көп уақыты үйде өтеді. Ал үйде отырған баланы гаджеттен шығара алмайсың. Ендеше балаңыздың көңілін аулап, онымен қызықты уақыт өткізгіңіз келсе, мына ойындарды бірге ойнап көріңіз. Баламен қалай ойнау керек? Ойын отбасындағы атмосфераны жайлы, көңілді ететін, сенімді қарым-қатынасқа сеп болатын ата-ана қолындағы өте маңызды құрал. Қазір ойынды тек оқытушы және дамытушы құрал ретінде қабылдайды. Алайда ойынның басқа да маңызды міндеттері бар. Бірінші ойынымыз тиын тастау. Тиын тастау балалардың көз және қол координациясын жақсартады. Оның үстіне бұл ойынға отбасының барлық мүшесі қатыса алады. Керек заттар: тиындар, пластик стакандар. Қалай ойнайды? Бірінші, әр қатысушы 5 тиыннан алады. Екінші, стаканды столдың немесе орындықтың үстіне қойыңыз. Үшінші, балаңыз неше жаста болса, стакан тұрған жерден артқа қарай сонша рет қадам жасасын. Үлкендер баладан 5 қадам алыстаса болады. Төртінші, бала қолындағы тиындарды стаканға лақтыру керек. Бесінші, кім көбірек тиын салса, сол жеңіске жетеді. Ескерту: ойын алдында тиындарды жақсылап жуыңыз. Екінші ойынымыз әңгімешіл бала. Балаңыздан ойдан әңгіме құруын сұраңыз. Бұл оның шығармашылық қырын дамытып, басқа ортада өзін еркін ұстап, еркін сөйлеуге үйретеді. Керегі: әңгімеге өзек болатын идеялар. Қалай ойнайды? Егер балаңыздың жасы үлкен болса, ортақ тақырып тауып, сол жайлы әңгіме құрап, баяндап беруін сұраңыз. Екінші, егер балаңыз кіші болса, өзіңіз бір әңгімені бастап, соны жалғастыруын өтініңіз. Ескерту: балаңыздың әңгімесінде ешқандай мағына болмауы мүмкін. Сондықтан оны тоқтатуға немесе түзетуге тырыспаңыз. Бұл олардың ойын бұзады. Ойдан шығарылған әңгіменің шындыққа жанасуы міндетті емес. Ойынның негізгі міндеттері: бірінші, терапия құралы. Көптеген психолог пен психотерапевт осы құралды пайдаланып, ойын арқылы баланы қорқыныштан, сенімсіздіктен, комплекстен және де басқа негатив факторлардан арылтады. Сондықтан ата-ана да баламен ойнап, біраз проблеманың алдын алуына болады. Екінші, ойынның тағы бір міндеті отбасын біріктіру және жұмылдыру. Ол ата-ана мен бала, аға мен қарындас арасындағы қатынасты мызғымастай берік ете түседі.